Әрбір халықтың табиғи жаратылысында өзін басқалардан ерекшелеп тұратын кемел қасиеті болады. Айталық ағартушы Ыбырай Алтынсарин 1879 жылы Орынборда жарық көрген қазақ хрестоматиясы атты еңбегінде қазақ жаратылысы өте таза халық, оның сана сезімі мен сұңғылалығы біреу салып берген тар шеңберге сыймайды десе, 19 ғасырда өмір сүрген поляк зерттеушісі Янушкевич күнделігінде қазақтардың ақыл-ой қабілеті мен сұңғылалығына ерексіз таңырқай, танбасқа басқа амал жоқ деп халқымыздың басқалардан артық кемел қасиеті жайлы тамсана жазады. Демек, халықтың басқа жұрттан ерекшелігі оның сұңғылалығы екен. Бірде атақты қаз дауысты Қазыбек би таң боз мен жылқы үйірін шолып келе жатып, беткейде ерін жастанып ұйықтап жатқан жиені Жәнібек батырды көріп, еліңді ел етерсің, ежелгі жерге жетерсің, екі бөрің тұрғанда екіленбей не етерсің деп сақалын сипаған екен. Расында абыздың айтқаны келді. Жиені ерен батыр болды, елін 6 ай асырып ежелгі жеріне жеткізді. Тарихта көк бөрлі Жәнібек деген аты қалды. Сол сияқты қазақта Аяз би атты ертегі бар. Осында хан ертегінің бас кейіпкері Жаман дейтін уәзіріне өзін сынатады. Жамекең ханның бетіне қарап тұрып, тақсыр, сіз жеті атаңыздан хан емессіз, қарапайым наубайшының баласысыз дейді. Хан анасын шақырып сұрайды. Расында солай болып шығады. Мұны қалай білдіңіз дегенде, Жаман, алдыңызға алғаш келгенімде сіз мені наубайханадан ас ішуге жібердіңіз, содан білдім дейді. Осы айтылған оқиғалардан біз қазақта аса керемет адам тану ілімі болған аңғарамыз. Бұл ілімді аталарымыз сұңғылалық деп атаған. Бірақ екінің бірі сұңғыла бола бермейді. Сұңғылалық адамға сезімтал түйсік, терең таным арқылы берілетін қасиетті ілім. Бұндай ілім иелерін қазақ қоғамы ел бірлігін сақтайтын, әділ үкім ететін би, яғни қаз етіп сайлайтын болған. Ғылымда адам тану, яғни сұңғылалық ілімін физиономистика деп атап, бұған адамның сыртқы табиғи қимыл қозғалыс ерекшеліктерін негіздей отырып, тұлғаның жеке мінез құлқын аңғару арқылы ішкі сыртын аңдай алатын ғылыми психологиялық сала деген анықтама беріпті. Ал мұсылман әлемі бұл ғылымды илмул фироса деп атап, оны үйренуге өте-мөте мән берген. Қазіргі қолданыстағы парасат сөзі осы фиросаның қазақыланған түрі. Тарихта фироса ілімін ежелгі Исраил қауымы жақсы игергені жайлы айтылады. Мысалы, Мұхаммед пайғамбар заманында ежелгі Исраил қауымы рас пайғамбар ма әлде өтірікші ме барып білші деп, фироса ілімінің асқан білгірі Хусейн ибн Саламды жұмсайды. Ол кісі Алла елшісінің бетіне ұзақ қарап тұрып, бұл рас пайғамбар дейді. Қалай білдіңіз дегендерге, жүзінен жалғандықтың ізін таппадым депті. Біздің айтпағымыз, осында айтылған қазақтың адам тану ілімін қолға алсақ, көп қателіктен құтылар едік. Рухани жаңғыру бағдарындағы ұлттық код деп жүргеніміз осы емес пе?